Ақтөбеде 11-ші сынып оқушысы асылып өлді. Қайғылы оқиға оқушының үйінде болған. Қайтыс болатын күні мектепке бармай қалған қыздарын ағайын туыстары кешке қарай асылып тұрған күйінде көрген. Ол сабағын жақсы оқыған, өз ортасында беделді болды дейді мұғалімдер. Болашақ мамандығын да таңдап қойған екен. Девочка, вот если говорить... Қорытынды аттестация туралы айтатын болсақ, бұл бала жақсы нәтиже көрсетіп жүрді. Өз ұлттық бірыңғай тестілеуде биология пәнін таңдап медицина саласына түсуде дәрігер болуды армандап жүреді. Оқушыны туыстары жер қойнына тапсырды. Бұл Ақтөбеде соңғы 2 аптаның ішінде болып отырған 3-ші қайғылы оқиға. Бұған дейінгі мектепті бітіргелі тұрған 2 түлек дәл осылай өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Оның бірі сірке суын ішіп өлсе, екіншісі 7-ші қабаттан секіріп кетті. Осындай жантүршігерлік оқиғалардың алдын алу шараларына қазір дін қызметкерлері де араласып жатыр. Қазіргі таңдағы сол мектептегі аралап атқан ең бірінші мақсатымыз исламның құндылығын жаңағы түсіндіру. Оның ішінде адам баласының өзінің өмірінің жаңағы өте ең қатты қымбат нәрсе ол адамның өмірі екендігін оқушылардың да арасында түсіндіру. Қазір енді келіп жатыр, басқасы келіп жатыр. Бұл жай ғана бір емтихан. Айта кетейік, нөмірі 3-ші мектепте 2 апта бұрын ғана еңбек пәнінің мұғалімі асылып тұрған күй табылған еді. Ал Қаршадай оқушы қыздардың неліктен өздерінің өлімге қиғандарын жергілікті полицейлер анықтап жатыр.